жағылып, күндей жарық бола алмас. Жеті жеңгең болса да, бір анаңдай бола алмас. 70 жеңгең болса да, ана орнына тола алмас. Баланың білек ауырса, ананың жүрегі ауырады деген екен. Ананың сүтімен дарымаған қасиет ешқандай тананың сүтімен дарымайды деген екен. Сондықтан алтын құрсақты анадан туып, ақ жаулықты ананың сүтімен адам болдым деген азаматтар болса, бүгін осы Әуезханның анасы үшін, жер бетіндегі аналар үшін, Абылай ханның анасы үшін орнымызда түп-түр бір сапала қарайықшы, Құда қаласа. Аналар аман болса, келіндер әрқашан сәлем болсын, Құда қаласа. Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады дейді Әуезхан жан, кеп, осыл жағыма, жүрек жағыма келсін. Сондықтан әрқашан анаңды құрметтеме.